сіз ойламаңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тек қана намаз оқитын үмбетін жақсы көреді деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күнәһар үмбетін де жақсы көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның имам Термизи риуаят еткен хадисі бар. Үлкен күнәларды істеп жүрген үмбетіме арналған шапағатым бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам олардың да жәннаттық болғанын қалайды. Сол үшін адамдардың барлығы жәннатқа кіріп жайғасып болғаннан кейін ертең қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бірінші соларға сопровождение жасайды ғой. Әлгі махшар майданында, сырат көпірінде, әлгі хаудта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бәріне су береді. Одан кейін бүкіл адамзатты бастап жәннаттың есігін қағып, ар жақтан періште сұрап, кім есікті қаққан деген кезде Мұхаммад дейді. Сенен басқа ешкімге ашпауға маған бұйрық болған деп есікті ашады, жәннаттың есігін, сөйтіп адамдардың барлығы кіреді. Оларды мәселесін шешіп болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннатта қалып демалмайды. Енді мына жақта тозақта үмбеті бар. Алла тағалаға жалбарынып, я Раббым, енді соларға шапағат етуге маған мүмкіндік бер. Бұлар тозақлар, бұлар ішкен, бұлар шеккен, бұлар үйткен, бүйткен, жазасын алсын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұлар лайық соған, я Алла, сен әділдігіңмен оларды тозаққа кіргіздің демейді. Негізі Алла тағала әділдігімен кіргізіп жатыр тозаққа. Ешкімді зұлымдықпен кіргізбейді. Ал жәннатқа Алла мейіріммен кіргізеді. Алла тағала маған рұқсат бер, мен шапағат етейін деп сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шапағатымен тозақтан лайық жазасын толық алмай жәннатқа кіретіндер бар.